Жоқ, басқа командасына берді және есеп ашылды. Қазір Семей командасы, кешіріңіз, Жеңіс командасы қазір өз мүмкіндігін тамаша пайдаланып кетті. Қызылжар командасының қақпасынан гол соққан 3-ші нөмірдегі Жаннұр Малтықбай. Жаннұр Малтықбай қазір маусымдағы бірінші голын салып отыр. Және Амандықов қазір жақсы пас шығарып отыр, бірақ сенімді ойнап жатыр. Және бүгінгі ойында бір голмен шектелмейтін секілді. Тағы бір жақсы мүмкіндік беріліп отыр және айбалағына қарай пас, қақпаға соққы, есеп 0-2. 10-ші нөмірдегі Жеңіс командасының ойыншысы Ильяс Серікбаев шабуылды ғаламат аяқтады. Есеп 2-0. Ардақты ағайын, Жеңіс жастары таймның соңына мүмкіндіктерін керемет пайдаланды. Алға қарай пас, тағда алыстан соққы, бірақ стандарт ситуациясы және жеткізілді Ильяс Серікбайға. Серікбай доптан арып қалып отыр. Ал бұл пенальти ме? Бұл пенальти. Қонақтар осылайша көреміз. Матчтың 58-ші минут басталды. Амандықов және гол. Гол Жеңіс осылайша 3-ші голын салды. Әлихан үшін 3 гол салу керек. Қайшылап тұрып қарсы бетке сенімді түрде соққы жасады. Амандықов нәтижесінде гол доп қақпашына енді. Аян Сембаев бұл допты ұстай алмады. Айбалағына қарай пас. Және қазір ой-ой-ой. Қарымта шабуыл. Есеп осымен 4-0. 4-0. Әмірхан Абай көзге түсті бұл жолы. Қызылжар командасының қақпасынан гол соққан 9-ші бұл жерде Әмірхан Абай. Қақпашы Аян Сембаевта мүмкіндік өте аз болды. Қарымта шабуылға түсіп қалды. Нәтижесінде Жеңіс командасы әрі. 66-шы минут. Есеп 4-0. Айбалағына пас. Қазір соққы жасалынады қақпаға. Тепкен Әлихан Амандықов. Және гол. Гол. Дәл солай Әмірхан Абай осылайша дубль авторы танып отыр. Ойыннан одан бөлек 4 гол өткізіп алды. Осы жерде мінекей допты қолына жабыстырып ұстау керек еді, бірақ сол доп жабыспай қалды. Нәтижесінде Әмірхан Абай дубль авторы танып отыр. Ойында өрнегі жоқ. Команда толыққанды шашылып қалды. Қызылжар жанкүйерлерінің өкініші. Қиыстау тепті. Әйтпесе бұл жерде қақпаға соққы. Осы бір жерде соққы жақсы шыққан болатын. Жеңіс командасында ойыншылар алмасты 8-ші нөмірдегі. Және қақпаға соққы. Жөн жоқ шығар. Қазір Әмірхан Абай. Әмірхан Абай қақпаға соққы. Кипер сейф жасап отыр. Тағда Абай. Бұл өте өткір болып жатыр. Сенімді болып жатыр Абайдың. Жеңістің орындауында алыстан. Ойынның есебіндей 5-0 деген есеп. Вот жоқ, артқа қарай. Жігіттер асықпайды.
иә, өте қауіпті болды соққы, және бұл жолы енді қиыстау.